Сәлеметсіз бе екінші сынып оқушысы? Біз бүгін дара және күрделі етістік тақырыбымен танысатын боламыз. Біздің сабағымыздың оқу мақсаттары дерек көздерден мәліметті табу, жолын анықтап берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметтерді іріктеп алу. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Олай болса, бүгін біздер дара және күрделі етістікке байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз. Ол үшін сіздерге беріліп көрсетілген тапсырманы бірге орындайық. Сіздерге дара және күрделі етістік екі бағанға бөлініп берілген. Берілген сөздерді екі топқа жіктеп ажыратып алуымыз қажет. Олай болса, балалар, бірінші сөзге назар салайық. Бірінші сөз жазды. Жазды сөзі қай етістік түріне жатады екен? Дұрыс айтасың. Жазды сөзі дара етістікке жатады. Біз оны дара етістікке апарып жатқызамыз. Келесі қонды сөзі. Өте дұрыс айтасың. Дара етістікке жатады. Келесі билеп жүр. Қай етістік түріне жатады екен? Өте дұрыс айттың. Күрделі етістік түріне жатқызады екенбіз. Жасырынды сөзі қай топқа жатады екен? Тамаша. Жасырынды сөзі дара етістікке жатады. Ал жүгіріп келеді сөзі қай етістік түріне жатады екен? Тамаша. Күрделі етістікке жатады. Ал қуанып қалды сөзі ше? Дұрыс, күрделі етістік. Бұл тапсырманы тамаша орындадыңыздар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар салайық. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбына әңгіме құра. Оқушылар, сіздерге тірек сөздер көрсетілген. Сол тірек сөздерді пайдалана отырып, тұңғыш қазақ ғарышкер тақырыбына әңгімені құрастырып көрейікші. Мен сіздерге уақыт берейін. Жарайсыңдар. Болсақ, мен көрсетілген тірек сөздерден құраған әңгімемді бірге салыстырып көрейік. 1991 жылдың 2 қазанында тұңғыш рет қазақ азаматы ғарышқа ұшты. Ол Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшқан Тоқтар Әубәкіров еді. Оның аты тұңғыш ғарышкер атағымен әлемге әйгілі болды. Ал тексеріп көрдік пе? Бұл тапсырманы да тамаша орындадыңыздар. Келесі тапсырма бізде ребусты шеш деп берілген екен. Қане, суретке назар салайықшы. Сурет бойынша ребустың жауабын шешіп көрейік. Ойлануға уақыт беремін. Жауабы Әнұран екен. Ал енді балалар, Әнұран туралы не білесіңдер? Бұл сөз қазір қалай аталады? Өте дұрыс, бұл сөз қазір гимн деп аталады екен. Әрбір егемен елдің өз рәмізі болады. Балалар, мен сіздерге үйде еліміздің рәміздері туралы көбірек мағлұмат іздеп, оқып біліңдер дегім келеді. Ол үшін энциклопедиядан қарап, біліп келейік.
Келесі тапсырма кестені толтыр. Біздер сабақта дара және күрделі етістікпен таныстық. Осы дара және күрделі етістіктерді пайдаланып, сөздерін екі топқа жіктек әрі дара етістікті күрделі етістікке айналдыруға болады екен. Мысалы, тікті дара етістікке жатса, тіге алады, күрделі етістікке жатады екен. Ойнады сөзі дара етістік болса, күрделі етістікке ойнап жүр деп айтуға болады екен. Жарайсыңдар балалар, сіздер де осылай жазады деген ойдамын. Келесі тапсырмаға сабағымызды бекіту мақсатында артығын тап ойынын ойнап жіберейік. Барлығымыз назар аударайық. Балалар, бұнда сендерге артығын тап деген ойын берілген екен. Артығын тап ойынын ойнау үшін мен ойынды бастау деген батырманы шертемін. Балалар, бұнда 4 сөз берілген. Осы 4 сөзде бізде дара және күрделі етістікке байланысты тапсырмалар берілген. Біздер осы тапсырманың ішінде етістіктерді ажырата отырып, артығын алып тастаймыз. Ол үшін біріншісінде артық сөзді табу үшін мен сөздерді оқып алайын. Қане барлықтарыңыз мұқият тыңдап алыңыздар. Алды, алып қойды, алғызды, алмады. Бұндағы артық сөз қайсы екен? Дұрыс айтасыңдар. Бұндағы артық сөз алып қойды. Өте дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі сөз айтты, айтып қойды, айта бастады, айтып қалды. Бұндағы артық сөз қайсы балалар? Өте дұрыс айтасыздар. Айтты сөзі артық, өйткені 3 сөз берілген 3 сөз күрделі етістікке жатса, айтты сөзі дара етістікке жатады екен. Тамаша. Келесі тапсырма көріп тұр, көріп болды, көрмеді, көре алмады. Қай сөз артық балалар? Жарайсыңдар. Көрмеді сөзі артық екен. Тамаша. Келесі жазып алды, жаза бастады, жазып қойды, жазбады. Бұндағы артық сөз қайсы деп ойлайсыздар? Өте дұрыс. Жазбады сөзі артық екен. Келесі келді, келтірді, келмеді, келе алмады. Бұндағы артық сөз қайсы екен? Ойланып көрейікші, кәне. Өте дұрыс. Келе алмады сөзі артық екен. Өйткені келді, келтірді, келмеді сөздері дара етістік болса, келе алмады сөзі күрделі етістікке жатады екен. Қане тексеріп көрейік. Тамаша, ойын сәтті аяқталды. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.